Ауыл күзі көтеріле аспандай, көкте сұрша бұлт көшіп, жерге інжу шашқандай, күміс моншақ шық түсіп, қайың терек басынан сарғылт тартып жапырақ, жерге түсіп шашылған, жел өрсе тек қалтырап. Бұтақты бүрге балбырап, көз тартады көріңіз, алма піскен албырап, маужырап барқыт қоңыр көз. Беті қызыл алмадай, балалары ойнаған, анасындай аймалай, мектеп тұр қол бұлғаған. Майға бөгіп мамырлап, мал қаптаған даланы, қызған еңбек дабылдап, қырманның тегіс алабы. Кемедей кешіп комбайн, алтын дария егінді, сүзіп жүр маржан бидайын, күзіміз неткен көңілді. Тайыр Жараков. Теңеу де бейнелі сөзге жатады. Оның эпитеттен айырмашылығы бар. Теңеу көбіне дай, дей, тай, тей шумақтары немесе бейне тәрізді сияқты деген сөздер арқылы жасалады. Тайыр Жараков ақын аудармашы. Ол 1908-1965 жылдар аралығы өмір сүрген. Қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Балаларға арналған Күн тілі қатты, Теңіз баласы және тағы басқа жыр жинақтары бар.